тартқан. Бауырым, тартқан заңы қазақ дүние танымы тұсау. Алдымен ғалымдар бала жатырда жатқанда дыбысты естиді деді. Содан кейін ғалымдар егіздер бірін-бірі сезеді екен деді. Одан кейін барып ғалымдар шақа әкесінің, шешесінің, туыстарының айтқан сөздерін естиді екен деді. Содан кейін барып ғалымдар жатырда жатқан шақамен байланысып, жанұясы жайлы ақпарат беріп отыру пайдалы амал екендігін айтты. Ғалымдардың айтқан осы тұжырымдарымен келісуге болады. Себебі қазақ көне заманнан бері жатырда жатқан шақаны өмірдің иесі деп танып, оған әуезді ән салып беріп, ұлттық аспаптардың үнімен байланыс жасап тербетіп, тіл қатыса отырып, мына жарық дүниеде оны күтіп отырған адамдардың бар екенін сездірген. Қазақтың тартқан деген шежірелік заңдылықтың бар екеніне тоқталған себебі, біріншіден қазақ аруақты адам деп мәңгілік саналы өмір иесі, тірі әлемнің нақ иесі деп есептеген. Екіншіден аруақ 3 күннің ішінде манды жаратып, діңгек жасап, болашақ баланың болмысын құрастыратын болғандықтан, денеге тиесілі жаран мен қалайықтың барлық құрылымдарын тірі деп есептеген. Үшіншіден, аруақ 40 күннің ішінде өзінен шақаны жасап, 9 айда сан жетпес ақтан дене жасап, жарық дүниеге адам әкелетіндіктен, оған тиесілі тұқым қуалаушылық пен өзгергіштік заңдарынан басқа, жатырда жатқан шақаның әке-шешесіне де ақпарат беру мүмкіндігі бар деп білген. Қазақ дүниетанымының ақиқаты бойынша аталық ұрық пен аналық ұрық еркек пен әйелдің бойында жүрген кезінің өзінде өруге ие тірі адам деп есептеледі. Сондықтан қазақ баласы әрбір сөзін дәлелмен тек жақсылыққа бағыттап сөйлеген. Себебі аталық ұрық пен аналық ұрық жамандық жайлы айтсаң, оны тыңдап бойына сіңіріп, шақаның өміріне зияндық егеді деп шешкен. Қазақ 40 күнге дейін әйел баласы өзінің аяғы ауыр екенін білмейтіндігіне қарамастан, жатырда дамып жатқан шақаны тірі деп есептеп, оны құрметтеп отыру керектігін ұрпағына айтумен болған. Сондықтан қазақ жатырда жатқан шақа 3 айдан тұратын 3 кезең, жалпы саны 9 айға созылатын даму денінен өтеді деп ой түйеді. Қазақтың 9 ай, 9 күн деген сөзінің негізі осы. Ұқ. Бұл жерде айтып кететін бір сөз, ғалымдар өмірге тиесілі барлық заңдылықтың ақы иесі болып табылатын аруақтың мүмкіндігі мен оның жатырда болып жатқан денге толыққанды қатысы бар екендігі жайлы ешқандай дәлел айтпай отыр. Жуық арада айта қоюы да мүмкін емес. Демек, ғалымдар аруақтың мүмкіндігін білмейді. Сондықтан шақаның бойында адамға тән барлық заңдылықтарының бар екенін мойындамай, оған ұйыған қан ретінде қарап, оны қалай болса солай алып тастауға болады деп есептейді. Ал қазақ және оның тәңір діні ілімінің ұстандары бойынша шақа тірі. Сондықтан бірінші күннен бастап оны аялап, адам ретінде қарым-қатынас жасап отыруларын ата-анасынан талап етеді. Қазақтар өзіне тиесілі дүние танымның талабы бойынша бірінші күннен бастап шақаға өмірге келетініне қуануы керектігін,
Оның әке-шешесі, ағайын туысы бар екенін айтып, олардың аттарын атап, сол сәтте оның жасаған әрбір қозғалысына рахмет айтып отыру керектігін ұрпағына тынымсыз айтып отырған. Қазақ ұлты әке-шеше мен баланы байланыстыратын тартқан ілімі әлем жаратылғаннан бері өзгермей келе жатқан табиғи заңдылық екенін білгендіктен, шежіре заңын бұзғанда болатын кейбір кереғарлық істер оның кері кетуіне себепкер бола алады деп есептейді. Қазақ дүниетанымы бойынша баланы туатын әке, табатын шеше. Демек, әкенің ұрығы шешіре заңы бойынша солға айналып өмір туындатып, ұрпақтан ұрпаққа берілетін заңдылықты нақтылап, болашақта өмірге келетін бала мен қыздың болмысын ақиқаттайды. Демек, шешенің ұрығы адам анадан басталып, әйелдер арқылы ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан шежірелік ақпараттың бәрін аталық ұрыққа беріп, жолдасқа айналып, жатырдың ішіне орныққан шақаны дамыту ісіне кіріседі. Шеше шақаға даму күшін тамақтандыру арқылы береді. Әке ақ пен аруақ қалыптастырған шежірелік ақпаратты шақаға беріп, тіршіліктің иесі атандырады. Аруақ қана адам жасау заңдылығын толық біледі, тәрбиеленген өмірдің иесі. Әкенің ұрығы шақаның негізін түзеді, бірақ бұл заңдылық шеше атқаратын қызметті кемсітпейді. Қайта шақа жатырда дамып жатқанда, ананың құрсағы, құндағы, сағанағы әке мен шешені шақамен байланыстыратын құралға айналады. Қазақ дүниетанымы бойынша шежіре заңдылығын толық орындап, отау құрғандықтан, әйел мен еркектің арасында шақаның өміріне тиесілі өте нәзік жақындық пайда болып, әрі бірінің қызметіне екіншісі араласпайтын алыстық заңы заңдасып, біреуінің атқаратын ісі шақаның даму кезеңіне өте қажет, ал екіншісінің атқаратын ісі шақаның дамуы үшін онша қажет емес үрдіс туындайды. Шежіре заңдылығының талабы бойынша баланың дамуына ер адамның шежірелік ақпараты көп әсер етеді. Себебі, әкенің шежірелік ақпараты ұл мен қыз балаға толық беріліп, тұқым қуалау үрдісіне айналып, ұлан, қазіргі заманның түсінігімен айтсақ, индиго туу заңдылығын қалыптастырады. Шежіреге сүйенетін қазақ дүниетанымы бойынша барлық ауру, кесел, дерт, сырқат, аушу ұл мен қызға тек қана ана жағынан беріледі, ал әке ешқашан ұлдарына шеше жағынан келген ауру сырқауларды бермейді. Шақа алғашқы сәттен бастап-ақ таза немесе жаман шежірелік ақпаратқа ие болғанына қарамастан, өзінің әке-шешесі бар екенін, олармен шежірелік ақпараттар арқылы тығыз байланыста екенін біледі. Шежіре заңдылығымен өмірді екшеген қазақ әйелдің бала туған сайын кейбір мінезі мен қылығының еріне ұқсай бастағанын көріп, ой түйіп, мынандай шешімге келген: әке де, шеше де, шақа да аруақтың жемісі болғандықтан, деннен бастау алатындықтан тұтастық, қарғы баулы қандастар. Қазақ осы шешімнің түйінін тартқан деп атаған. Әрине, қазақтың бұл шешіміне ешкім сенбейді. Себебі адамның жеке басына берілген гендік ақпаратты ешқандай заңдылық өзгерте алмайды деген қағида қоғамда қалыптасып қалған. Қалай тудың, болашақта да солай боласың деген қағидаға
заңға айналған. Қазақ олай ойламайды, себебі шежіре заңдылығына сүйенеді. Оған дәлел жабайы халықтың жабайылығы деп танылатын, бірақ қазақ үшін құдіретті болып саналатын үрімбітақ пен ататек ұрпағынан көз жасып қалмас үшін жасалынған әмеңгерлік атты заңдылықтары бар. Уақыт өз дегенін жасап, генетика ғылымы дамып, зерттеулердің нақты нәтижелерін көрсетіп, адамзат баласына ғылымның жаңа көк жүйегін айқындап ашып, сағат сайын дамып, ақиқатты нақтылауда. Қазақтың өмірден түйіп, ұғып, шешім қабылдаған дәлеліне генетика ғылымы қалай қарайды деген сауал еріксіз туындайды. Осы сұраққа ғылым генетическая наука гласит, что у женщины действительно после родов происходят заметные изменения, у нее появляются гены отца ее ребенка. И эту закономерность наука объясняет таким образом, что при беременности между матерью и ребенком идет обмен веществ, и через кровь ребенку передаются питательные вещества, кислород. А обратно клетки растущего организма, из которых в кровь матери попадает гиалуроновая кислота и цементирует клетку изнутри, притягивает любые вещества и при разрушении клетки захватывает остатки всех ее составляющих, в том числе и цепочки ДНК деп жауап береді. Қазақтың тартқан деген тұжырымы ғылымның гиалуроновая кислотаның заңдылығымен сәйкестеніп келеді екен. Тартқан гиалуроновая кислота, ақиқат. Тартқан сөзі орысшаға притягивал, схожий деп бірден аударылады. Енді тартқан сөзін безеп айту амалымен саралайық. Тарт, притягивай, стань похожим. Қан, кровь, нақ, истинный. Сонда притягивай схожий, притягивай, стань похожим, кровь, истинный деген сөз шығып, гиалуроновая кислотаның заңдылығымен тұтасады. Демек, адамның болмысында тартқан деп аталатын әкені, шешені, баланы шежірелік ақпаратпен бір көгенге көгендейтін қазақ білген көгенші бар. Қазақтың дүниетаным примитив емес, ден заңымен сусындаған. Ақ пен оның туындысы аруақтың құдіретінен бастау алатын көш заңы арқылы әке, шеше баланы бір-бірімен тұтастырып, ұқсатып, тұқым қуалаушылық пен ұрпағынан қайта туып өмірге келтірудің заңдылығын анықтайтын ұлылық. Қазақтың ұғымы бойынша тартқан шалт қимылдап, бір сәтте әйелдің жараны мен қалайығының гөніне әкелік руды енгізеді. Демек, шеше Құдайдың құтты күні баласынан тартқанды аздап-аздап ала беретіндіктен, аналық гун, яғни ДНК, ақырындап өзгеріске ұшырай бастайды. Себебі, оның орнына әкенің ру, яғни генінің ақпараты орнығады. Әрине, тартқанда әйелді соншалықты өзгертіп жібере қоятындай қауқар жоқ. Дегенмен әйел жатырда жатқан баласы арқылы ерінің ерекшеліктері мен мінезін, меңін, қалын, көзінің түсін, еңбекқорлығын, кейбір қасиеттерін бойына сіңіреді. Себебі баланың бойында анасының ғана емес, әкесінің де гені бар. Бірақ генетика заңы бойынша дене бөгде дененің ақтарын қабылдамауы керек. Бірақ бұл заңдылық әйел екі қабат кезде жатырда жатқан баласы арқылы
әкесінің гендік ақпаратын жаран мен қалайық биіктігінен тұрақты түрде қабылдап тұратындықтан әке жағынан келіп жатқан рулық ақпаратқа көндігеді. Демек, әке шеше және баланы тартқан біріктіреді. Тартқан біріктіріп қана қоймайды, әйел мен еркектің шежірелік ақпаратын тұтастырып, орысша айтсақ, әйелді күйеуімен делала одной сатаной. Қазақ бұл заңды білген. Сондықтан ерлі-зайыптылар көп балалы болған сайын ажырасу деп аталатын құбылыс тіптен болмаған. Қазақ бұл заңды білген. Сондықтан еркегі өмірден озса, әйел адамға әмеңгерлік атты салт жүргізіліп, жақын туысына тұрмысқа шығарылған. Тартқан заңдылығы қазақ даласында салтанат құрған. Құдандалық 1000 жылдық деген ұстан өміршеңдігімен ұлағаттанып, ұрпақ азбаған. Тоқтар Бейсенбинов, Ақиқат кітабы, 106-109 беттердің аралығы.